Опа, мына жақта полиция қызметкерлері жүр. Ассалаумағалейкум, қайда бара жатсыздар? Артынан барайыншы, достар, қайда бара жатыр? Так, ема, қатты жүреді ғой. Жете алмай жатырмын. Қайда бара жатсыздар? Опа, міне тоқтады. Мен үшін тоқтап тұр. Мана дронды көріп, дронға тоқтадыңыздар ма? Не істедіңіздер? Гүл алып шықты ғой артынан. Достар, уже сегізінші март жақындап жатыр ғой. Аңғарсай гүл алып шыққан ғой полиция қызметкерлері. Анаға тағзым деген зданияға кіріп бара жатыр. Мен де кірсем бола ма арттарыңыздан? Аңғара кіріп бара жатыр. Мен де қазір незаметно кіріп кетейінші арттарынан. Есікті ашса мен кіріп кетейінші резко. Мен де кіріп кетейін аға, мен де кіріп кетейін. Ай, мен де кіріп кетейін. Мә, жауып тастады ғой достар. Терезе бар ма екен? Терезе қайда бар? Резко терезе тауып алу керек. Ана қайда бар жатыр? Опа, міне мына жерде терезе тұр. Саламатсыздар ма? Мен видеоға түсіріп жатыр сразу. Неге түсіріп жатсыздар мені? Так, кіріп кетейік ал, тиесіз. Иба, кіріп кеттім достар. Қалайсыздар? Ішке кіре берсем бола ма? Мына жерде мәдени концерттік зал дейді. Ішінде 8 наурызға құттықтау жүріп жатыр ма? Ема, аңғара. Опа, жаңағы полиция қызметкерлері мына жақта гүлді алып келді. Мына жақта жүр екен олар. Осы кісілердің артында жүрмін ғой бағанадан бері. Мә саған мына жерде гүлдерді беріп жатыр. 8 наурыздарыңыз құтты болсын. Сіздерге гүл беріп жатыр екен, әп-әдемі. Полиция департаментіндағы мына жақта жұмыс істейтін әйел кісілерге кішігірім концерт ұйымдастырып берді ғой 8 наурызға орай, Әйел кісілер күшті көңіл күймен отыр. Мен кеттім. Так. Шығып кетсем бола ма, апа? Опа, аш жеріңші. Ой, рахмет. Маған ашып берді есікті. Анаға тағзымға кіріп кеткенсің ғой достар.